Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге қайнатылған сгущенка мен ең жұмсақ және дәмді пирогты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Әдеттегідей ең алдымен апарасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, дрожжи және шекер қажет болады. Осы 3 ингредиентті жақсылап араластырып, 5 минуттай тыныштыққа қойып, шапка шыққан күтетін боламыз. Содан кейін келесі шарттарды жасай береміз. Міне шапка бізде пайда болды. Содан кейін тұзын салып, жұмыртқасын салып және ерітілген сары майымызды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Осы сұйық консистенциямызға асықпай електен өткізіп, ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Бізге бұл пирогты дайындау кезінде 350-400 граммдай ұн қажет болады. Ең керекті граммын табу үшін асықпай 3-ке немесе 4-ке бөліп, осылайша електен өткізіп араластыра отырамыз. Содан кейін қоюлана бастаған кезде ақырындап қана қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Барлығы видеода түсінікті етіп көрсетілген. Достар, осы ұнды салу барысында пирогымызға хош иіс беру үшін 1 шай қасық ванильный сахар қосуды ұмытпаңыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей осылайша ең соңғы жағында қолдың көмегімен қамырымызды илеп аламыз және жылы жерге 1-1,5 сағатқа тыныштыққа қойып көтерілуін күтеміз. Менде 1 сағаттың ішінде көтерілді. Осылайша дайын қамырымызды ыңғайластырып аламыз, содан кейін оқтаумен жаятын боламыз. Егер де сіз тақтайыңызға жабысатын болса, сәл ғана ұн себуіңізге болады. Мінекей достар, осылайша көлемді етіп жайып алғаннан кейін, жоғарғы жағын пышақпен осылайша тілімдеп шығамыз. Содан соң бөлме температурасында тұрған қайнатылған сгущенкамызды молырақ етіп, осы тілінбеген жағына барлығын қасықпен жағып шығамыз. Сгущенкаңызды салып болғаннан кейін осылайша орап шығамыз. Асықпай, ақырын және тілгілеп шыққан жағын беткі жағына жіберетін боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі пирог шығатын болады. Мінекей рулет тәріздес пирогымызды енді пергамент қағаз төселген формамызға салатын боламыз. Осылайша ақырын ғана салып, ендігі кезекте 20 минут жылы жерге тыныштыққа қоямыз. Сол кезде бізде және тағы қамырымыз көтерілетін болады. Осылайша көтерілген пирогымыздың үстін сүт қосылып араластырылған жұмыртқаның сарыуызымен сылап шығатын боламыз. Пісу барысында өте керемет түс беретін болады. Мен барлық пирогтарда немесе булочкаларда осылайша жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып араластырып жағам. Себебі пісу барысында өте әдемі, маған ұнайтын қызғыш түс беретін болады. Егер де бұны жақпайтын болсам, онда қатты ондай түс шықпайды. Сол үшін сіздерге осылайша жағып шығуды кеңес беремін. Мінекей осылайша дайын пирогымызды қызып тұрған 190 градустағы пешімізге жарты сағатқа салып алатын боламыз. Сол кезде пирогымыз одан сайын көтеріліп, жұмсақ, хош иісті болып піседі. Тіпті үлпілдеп тұрады. Қазір сіздерге бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ, иісін айтсаңызшы. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.